Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін Әзірет Әлі шешеннің ғылым артық па, мал артық па деген сұраққа берген жауабын тыңдаңыздар. Әзірет Әлі шешен әрі білгір адам болған екен. Бірде 10 жүйіт оны сынамақ болыпты. Біз оған бәріміз бірақ сұрақ берейік. Егер ол шын шешен болса, оған 10 түрлі жауап табар деген екен. Сөйтіп олар ғылым артық па, әлде мал, байлық артық па деп сұрапты. Сонда Әзірет Әлі былайша 10 түрлі жауап беріпті. Біріншіден, ғылым артық. Өйткені ғылым әулие, әмбиелердің мирасы, ал мал перғауын мен қарынбайдың мирасы. Екіншіден, ғылым артық. Өйткені ғылым сені сақтайды, ал малды сен сақтайсың. Үшіншіден, ғылым артық. Өйткені ғылымның досы көп, ал малдың дұшпаны көп. Төртіншіден, ғылым артық. Өйткені ғылымды жұмсасаң арта береді, ал малды жұмсасаң азая береді. Бесіншіден, ғылым артық. Өйткені ғылым саған құрметті атақ береді, ал мал қатты, сараң деген атақ қалдырады. Алтыншыдан, ғылым артық. Өйткені ғылым өзін өзі сақтайды, асырайды, ал малды бағу күту керек. Жетіншіден, ғылым артық. Өйткені ғылым қиямет күні иесіне шапағат қылғызады, ал мал иесіне қисапсыз жауап бергізеді. Сегізіншіден, ғылым артық. Өйткені ғылым тозбайды, жоғалмайды, ал мал қолдың кірі өледі, жоғалады. Тоғызыншыдан, ғылым артық. Өйткені ғылым көңілді нұрландырады, адамға ақыл ой қосады, ал мал масаттандырады, болған үстіне бола түссе екен деп дүние қоңыз етеді. Оныншыдан, ғылым артық. Өйткені ғылым Құдайға зәхат, таубиғ, ғибадат қылады, ал мал иесінің көңіліне тәкаппарлық салады. Бір ауыз сұраққа 10 түрлі жауап берген Әзірет Әліге жүйіттер содан соң мойын ұсынған екен дейді. Тыңдағандарыңызға рахмет.